Сәлеметсіздер ме? Менің аты-жөнім Жайлауова Еркежан. Мен Аягөз ауданы номер 10 қазақ мектеп гимназиясының 9-шы сынып оқушысымын. Менің жобамның тақырыбы гидропоника әдісінің тиімділігін және құрылымын зерттеу. Мақсаты топырақсыз өсімдіктерді өсіру технологиясын зерттеу және оның артықшылықтарын талдау арқылы тиімділігін жеткізу және де осы құрылымымен танысу. Өзектілігі, жобамыздың өзектілігі бізде гидропоника технологиясын зерттеу, оны қолданысқа енгізу, елімізде дамыту біздің көптеген мәселелерімізді шешіп қана қоймай, ол бізге өте тиімді болады. Ол қандай мәселелерді шешеді? Су және жер ресурстарын үнемдейді, азық-түлік тапшылығын азайтады, одан кейін мал азығының тапшылығын азайтады, жер эрозиясын азайтады және сол сияқты тағы басқа мәселелерді шешеді. Және сонымен қатар жаһандық жаңалық ашуға да мүмкіндік береді. Ол қалай? Яғни ғарышта гидропониканы дамытып, оны сонда бейімдеу арқылы біз осы ғарышта тіршілік етуге болатындығын дәлелдей аламыз. Мысалы, Марс ғаламшарында. Ал енді гидропониканың өзіне келетін болсақ, гидропоника бұл бізде грек тілінен аударғанда су жұмысы деген мағынаны білдіреді. Ол бізде өсімдіктерді топырақсыз, яғни судағы ерітінділердің, яғни минералды ерітінділердің арқасында өсіріп шығу әдісі, яғни суда өсіру әдісі. Бұл әдіс тамырға қажетті минералдар мен ылғалдарды дәл мөлшерде, дәл уақытында жеткізу арқылы оның тез әрі сапалы өнім беруін қамтамасыз етеді. Бұл әдісті жалпы ғылымның өзі 1920-30 жылдары ақш ғалымы Уильям Гертнер зерттеп, оны ары қарай дамытқан. Бұл гидропоника әдісі арқылы қазіргі таңда көбінесе мал азығы, сирек кездесетін өсімдіктер, дәрілік өсімдіктер және қолданыста жүрген көкөністер мен жемістер де өсіріледі. Біз гидропониканың жүйелік үш түрін білеміз: суару жағынан, су мәдениеті, тамшылатып суару және аэропоника. Ал енді мен өзімнің гидропоника тақырыбының макетін көрсететін болсам, бұл бізде мөлдір резервуар, ол бізде ерітінділер мен жаңағы өсімдіктің өзін сақтап тұрады. Ал бұл бізде су сорғысы бұл бізде судың артық қалған қорын жинап, оны қайтадан алмастыру рөлін атқарады және шлангілермен жалған қозғалтқыш рөлін де атқарады. Ал енді шлангілерге келетін болсақ, құбырлар мен шлангілер, ол бізде резервуардан сорғыдан резервуарға жеткізетін негізгі тасымалдаушы болып табылады. Ал бұл бізде электрондық басқару жүйесі көріп отырғандарымыздай, бұл бізде сымдармен жабдықталған, бұл бізде автоматты басқару жүйесін қамтамасыз етеді. Ал қуат көздері, бұл бізде жел энергиясы арқылы энергияны өзіне тартып, кейін адаптарға жіберу арқылы жарықтандыру процесін жаңағы автоматты түрде зарядтайды. Және осы арқылы өсімдіктің ең маңызды процесі фотосинтез үдерісі жүзеге асады. Яғни бізге аппаратта өсірілген сусыз жаңағы топырақсыз өсімдік өсіру үшін бізде фотосинтез үдерісі өте маңызды болып табылады. Ал жарықтандыру жаңағы процесі бізде ашық ауа беру құрылысынан да алынады. Ол бізде 12 сағатқа дейін ғана. Ал енді біз өзіміздің тұқымымыздың жаңағы шығыны мен кірісін есептедік. Бізде шығыны 1210 теңге барлығын қосқан кезде, яғни бұл бізде өте жақсы үнемдеу деп айтуға да болады. Кейін кірісін есептедік. Кірісі бізде 5 күндік өскен үшін 1500 теңге, яғни нарықтағы бағасының жартысын алып отыр. Яғни біз оны 5 күндік жаңағы өскіннен біз осындай табыс табамыз. Ал одан 1 күндік өскін алатын болсақ, ол шығынды жауып қана қоймай 2 есе пайдаға кенелтеді. Яғни бұл біздің еліміз үшін өте тиімді болып келеді. Ал енді гидропоника әдісінің тиімділігін, артықшылықтарын нақты айтатын болсақ, су ресурстарын үнемдейді, яғни топыраққа қарағанда 70-80% суды аз қабылдайды, жылдам өнім береді, өнімділігінің сапасы жоғары болады, жылдам өнім береді, жыл бойы өсіру мүмкіндігі болады, одан кейін аз ғана өнім алады. Пестицидтерді қажет етпейді. Яғни барлығын бір сөзбен айтқанда таза экологиялық өнім алуға мүмкіндік береді. Ал енді қорытындылай келе біз зерттеу нәтижесінде гидропоника технологиясын қолдан жасауға болатындығын дәлелдедік. Сонымен қатар оның артықшылығын, өзектілігін, тиімділігін толық қамтыдық. Ал түйін сөз ретінде гидропоника әдісі ауыл шаруашылығының болашағы, жаһандық өсімдік технологиясының дамуының жоғарғы сатысы деп айта аламыз. Ал енді менің ұсыныстарым, яғни біз осы гидропониканы дамыту үшін қалалық және ауылдық жерлерде гидропоника жүйесін көптеп енгізіп, шағын жүйелердің гидропоника әдісін жаңағы жылыжайда кеңінен пайдалануды ұсыну, сонымен қатар білім бағдарламасында гидропониканың арнайы сағатын арнау арқылы жаңа мамандарды даярлау, сонымен қатар мемлекет тарапынан субсидиялар мен көмекті талап етіп, біз осы гидропониканы жан-жақты зерттеп, оны Қазақстанда дамытуды ұсынар едім. Мен жаңа құрылғымды қосып көрсететін болсам, жел энергиясы адаптерға қуат берді. Ол жарықтандыру процесін жүзеге асырады. Су сорғысы
процестердің барлығы бірігіп бізде өсімдігіміздің өсу процесін көруге мүмкіндік береді, сонымен қатар өсуіне жағдай жасайды. Назарларыңызға рахмет.